Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін біз бір жуа 300 грамдай ет турап алдық, және 4 штук сәбізімізді осылай ашып, тазалап, жуып, турап алдық. Яғни осы құрамынан байқап тұрған шығарсыздар, бүгін қандай тамақ жасайтынымызды. Бүгінгі жасалатын тамағымыз плов, яғни палау. Қазір тамақтың қалай дайындалатын көреміз. Тамақты бастаймын. Неке достар, тамағымызды бастайын деп жатырмыз. Осындай қылып палаудың, яғни пловтың майын көптеу қылып құйып аламыз. Осындай көлемде. Соған жарты жуамызды турап, етімізді қуыратын боламыз. Мен сіздерге бұл ненің құпиясын айтайын. Яғни майы көптеу болса, плов шашырап, жабыспай пісетін болады. Неке достар, етімізді осылай жуып, салып, қуырып жатырмыз. Үстіне жарты жуамызды осындай ірі көлемде тура жібердік. Яғни қазір ол қатты қуырылған жағдайда, жақсы қуырылған жағдайда жуаның қосылғаны ешқандай білінбей қалады. Ол етіміздің жақсы пісуіне көмектеседі. Алдындағы видеоларда да айтып жүрмін. Осылай мінекей етімізді жақсылап қуырып аламыз. Бұл алдын ала тұздалған ет, сондықтан тұз қосып қуырмаймыз. Егер де тұздалмаған ет болса, тұз қосып қуыруларыңызға тура келеді. Сәлден соң бұны жауып қуырамыз. Сәлден соң жақсы қуырылып болған соң етіміз, біз сәбізін салып қуыратын боламыз. Видеоны толық қарап отырыңыздар. Барлығын көрсететін боламын. Достар, еті жақсылап қуырылды. Жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне сәбізін осылай салып қуыратын боламыз. Бұны да жауып, жақсылап, шытырлап қуырылғанша қақпағын жауып қоямыз. Міне сәбізімізді де осылай әдемі қылып қып-қызыл қуырып аламыз. Үстіне осылай суымызды құямыз. Алдын ала жылытылған су болу керек. Өйткені етіміз қатып қалмауға. Осындай етіміз бен сәбізіміз кішкене ғана батып тұратын осындай көлемде ғана су құямыз. Сөйтіп бір қайнатып алғаннан кейін жай басып қоямыз газымызды, жай қайнатамыз. Неке достар, жай қайнап атқан етіміздің үстіне осылай күрішімізді салдық. Мұздай суға бір жуып аламыз да осылай күрішті саламыз. Үстіне жайлап суымызды құямыз. Осылай су құя берсеңіздер ештеңе етпейді. Мінекей. Осындай көлемде құямыз күріштен, яғни екі елде ғана суымыз асып тұру керек. Енді үстіне осындай көлемде тұзымызды салып шығамыз. Ет тұздалған еттің тұзы тамаққа жеткіліксіз, сондықтан күрішімізге осылай тұз салып аламыз. Мен достар, күрішімізді салғаннан кейін астын ашамыз ғой, суын құйып қайнатып жатқанда осылай жаймен қозғап қоямыз. Өйткені күрішіміз жабысып бір-біріне қатып қалмау керек. Достар, мінекей күрішіміздің суы тартылғаннан кейін осылай жақсылап бір аударып, бетін салафанмен жабамыз. Газымыздың астын жайға қоямыз. Өстіп, жай ғана бастырып қоямыз. Міне достар, тамағымыз да пісті. 300 грамдай етіміз, 4 штук сәбізіміз, шай кесемен 3 кесе күріш салған болатынбыз. Яғни бұл 5-6 адамға дайындалатын тамақ. Осындай міне күрішіміз мен дәмін көрдім, өте дәмді болыпты.
еті өте жұмсақ, қыршы шашырап, жабыспай әдемі болып пісіп шықты. Сіздерге істелу жолдарын видеоның басынан бастап қарап отырсаңыздар бәрін көрсетіп шықтым. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Біздің видеомыз ұнаса, достар, видеомызға лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.